Қайырлы күн, қымбатты достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Enel компаниясының мультивитамин жайлы толыққанды ақпарат беретін боламын. Жалпы мультивитамин дегеніміз не? Мультивитамин дегеніміз бұл жеміс-жидектердің сығындысынан құралған табиғи өнім. Неге біз мультивитаминді күнделікті қолдануымыз қажет? Себебі бұл комплексне болып келеді. Сіз мысалы жай күнде ағзаңызға йод қажет болса, сіз оны жеке ішесіз, Ал сіз осы мультивитаминді комплекс түрінде қолданатын болсаңыз, ол сіздің ағзаңызға терең сіңіп, күшті әсер ететін болады. Мультивитаминнің пайдасы жайлы тоқтала кететін болсақ, жалпы мультивитамин дегеніміз күнделікті өмірде біз қолданатын анар, апельсин, лимон, грейпфрут, алма, банан сияқты құрғақ шырындардың сығындылары болып келеді. Жалпы мультивитаминнің пайдасы мидың жұмысын жақсартады, сүйек тіндерінің, қан айналымның және де жүрек жұмысын жақсартады, шаштың, тырнақтың өсуіне жақсы әсер етеді, есте сақтау қабілетін арттырады, қан айналымды жақсартады деген сияқты түрлі аурулардың алдын алады. Мультивитаминнің құрамындағы цинк бұл сіздің ағзаңызға тереңірек сіңіп, өте көңіл күйдің жақсы болуына, иммунитеттің көтерілуіне, шаш пен тырнақтың мықты болуына керемет көмектесетін болады. Жалпы мультивитаминнің құрамында В тобындағы витаминдерге байытылған және де құрамындағы йод пен хром қалқанша бездің жұмысын жақсартады. Зобпен ауыратын кісілерге осы мультивитаминді ұсынсаңыздар болады. Шашы көп түсетін кісілерге, иммунитеті төмен, қан айналымы нашар кісілерге осы мультивитаминді қолдануды кеңес беремін. Мультивитаминді 16 жастан асқан кез келген қыз-келіншектерге, жас балдарға қолдануға болады. Бұл екі түрлі болады. Ақ капсулалар, таңертеңгі капсулалар, кешкі капсулалар, қоңыр капсулалар болады. Таңертеңгі капсулалар бұл адамның көңіл күйін, иммунитетін көтеретін болса, кешкі капсулалар жүйке жүйесін тыныштандырып, есте сақтау қабілетін артып, иммунитетін көтеретін болады. Жалпы біз көктем және күз мезгілдерінде осы мультивитамин өнімдерін қолданып отыруымыз қажет.